Бәріңіздің достар, сіздермен бірге мен Опер. Достар, біз бүгін механизм істейтін боламыз. Ол қандай механизм десеңіздер, авто есік, яғни өзіне өзі ашылатын есік деп айтсақ болады. Мінекей осындай. Ал енді видеоға кеттік достар. Видеоға қош келдіңіздер. Және де бұл механизм істеу үшін менің инвентарымда осындай қарапайым заттар керек болады. Алдымен біз осындай яма қазып аламыз. 2-де 3 блок, яғни алға қарай 3 блок, астыға қарай 2 блок қазамыз, және де ортасынан осылай 1 блок шығарамыз. Одан кейін тағы 1 блок үстіге қарай. Және де осының бүкіл астын осындай редстоунмен істеп шығамыз. Және де осы жерге осындай қызыл факел қоямыз. Осы екі бетіне. Және де осы факелдің үстіне любой строительный блок қойсаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер, любой блок. Екеуінің де үстіне қоямыз достар. Және де осы екеуіне липкий поршень қою керек. Кәдімгі поршень емес достар, липкий поршень қою керек. Екеуі де итеріліп тұр, және де астын жауып жібереміз біз. Любой строительный блокпен достар. Негізі любой плита алсаңыздар болады. Мен кәдімгі обычный алдым, енді болады. Және де осы жерді жабамыз. Және де осы жерге де қоямыз. Ал енді достар, осылай ұнамаса, сыртын бітесек болады, жапсақ. Яғни осылайынан істеп тастасақ болады достар. Осылай бассақ болды, өзіме өзі жабылады. Ал енді қош сау болыңыздар достар, сіздермен бірге болған мен Опер. Бәріңе сау.